Сәлеметсіңдер ме балалар, сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімнің жекеше және көпше түрі. Ол үшін оқулығымыздың 57-ші бетін ашайық. 45-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. Өлеңнің мазмұны бойынша тапсырманы орындайық. Берілген өлеңнен зат есімді тауып, оларды зат есімнің көпше түріне айналдырып айтыңдар. Есіңе сақта, зат есімнің жекеше көпше түрі болады. Кім не сұрақтарына зат есімнің жекеше түрі, кімдер нелер сұрақтарына зат есімнің көпше түрі жауап береді. 46-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Келесі тапсырмамыз шығармашылық үзіліс. Шеңбер бойына жасырынған түліктердің атауын тап. Өзіңе ұнаған түліктердің біріне арнап өлең құрастырып көріңдер. Бүгін сабақта зат есімнің жекеше және көпше түрімен таныстық. Кім не сұрақтарына зат есімнің жекеше түрі, кімдер нелер сұрақтарына зат есімнің көпше түрі жауап береді. Сабағымыз аяқталды. Жарайсыңдар. Келесі сабақта кездескенше.